сұрақ қоямын, соның жауабын таба аласыз ба дейді. Ана бір жақ қолында бір көбелек бар ғой. Сонда айтады, бір жақ қолында өлі көбелек па, әлде тірі көбелек па деп данышпан кісіге сұрақ қояды. Ана кісі ойлап тұрады, егер оны тірі деп айтса, мен мыжып өлтіріп, оны лақтырып жіберемін. Егер ол өлі десе, мен оны ұшырып жіберемін дейді. Сонда данышпан кісі қандай жауап қайтарады деп ойлайсыңдар? Ана құсты өлі деп айта ма, әлде тірі деп айтады деп ойлайсыңдар балалар? Өлі. Тағы қандай емелері бар? Ана данышпан кісі бәрі сенің қолыңда дейді ана кісіге. Дұрыс қой, өлтірсе де өз қолында, тірі жіберсе де сол кісі қолда. Бүгінгі сабағымыздың ұраны бәрі сенің қолыңда. Яғни бүгінгі отырған тапсырмалардың барлығы дұрыс шығарып, белсенді болу, барлығы балалар сендердің қолдарында, иә? Аңшыны үрекпен неше үйрек қалды дейді? Бір, иә, өйткені атқан үйрек жерге түсіпті, бірақ үйрек қалған үйректі не істемейді? Келесі. Есек алды емен ағашы деп айтқаннан басымыз белгілі ғой балар? Емен ағашы деп. Алма ағаш өспейді, сонда нөл, иә? Жақсы, балалар, осындай логикалық тапсырма сіздерге алып келгем. Енді біз осы логикалық тапсырмаға да 3 бал деген бал қояйық. Музыка қосамын, айналып билейміз, иә? Айналып билейміз. Музыка тоқтап қалғанда қай жерге, қандай фигура, қай орындыққа келе қалдыңдар, сол қимылды не істейміз? Жасаймыз, көрсетеміз, жақсы. Айналып билейміз. Алдарында қандай сурет тұр, сол сурет жасаймыз. Алдарсы келесі. Балалар билеңдер. Қандай қимылға келдік? Жақсы, енді бірлете. Тез-тез. Дейді қимыл жасасаңдаршы балалар. Қандай қимыл? Жақсы балалар.